Құрметті қыздар, біз қазір селедка балығынан рулет жасаймыз. Мінекей, бізде селедка 400 грамм, 300 грамм деп айтсақ та болады. Селедканың үлкені болғаны дұрыс, майда селедкадан болмайды. Одан кейін творожный сыр 140 грамм, плавленый сыр, мінекей, голландский. Любой плавленый сыр бола береді. Тура осыны алу маңызды емес. Біздің икрамыз, енді әрине натуральный деп айта алмаймын, қызыл икрамыз. Соленые огурцы, піскен сәбіз, піскен жұмыртқа. Мінекей, қажурасын тазаладық. Мына бетінің де қажурасын мұқият тазалап аламыз. Бұл селедканың үлкенін алған дұрыс. Майда селедкадан рулеттің шығуы сәл қиындау болады. Қажураны не себептен тазалаймыз? Себебі жегенде сыртының өзі шайналуы, қорытылуы ұзақ уақыт болады. Енді қажурасын тазалап алдық. Енді бұл жерде міне ішін ақтарып аламыз. Көрдіңіздер ғой? Менің пышағым басы үшкір болмағандықтан. Ішінің бәрін полный ақтарып жібердік. Сосын бар, мынандай қап-қара пленкаларын алып тастаймыз. Бұның өзі ашты дәм береді. Мұқият тазалап аламыз, себебі асықпай тазалық әдемілеп жасаған әрине тамаққа дәмін келтіреді. Енді мынандай жерде қатты жерлерін кесіп алып тастаймыз. Бұны бірінші көргенге сәл қиындау деп ойлайсыздар, бірақ бұның ешқандай қиындығы жоқ. Енді біз мына омыртқа жақтан кесіп алдық қой. Енді осылай кетіп қолмен тазалап аламыз. Көрдіңіздер ғой, біздің селедкамыз таза болды. Мына жақтағы омыртқаларды осылай қолмен ақырындап салып, бұл жақты да мұқият тазалап аламыз. Бұл жерде бізде селедка тазалау жағынан северлықтар өте керемет. Себебі олар селедка жеген жақсы көреді ғой. Мінекей, біз омыртқасының бәрін полный алып алдық. Енді мына жерде ешқандай қиындығы жоқ, қыздар. Сүйектерін осылай пышақпен бүйтіп батырып алсаңыздар, пышақпен алынады. Көрдіңіздер ғой, мұның сүйектерінің бәрі. Мінекей. Оңай әрі жылдам. Мен асықпай түсіріп атқан себебім сіздерге түсінікті болсын деп отырған. Қолдармен былай сезесіздер, қай жерде сүйек қалды. Мінекей. Селедкамыз тазалап алдық. Селедканы жуудың қажет емес. Себебі жуатын болса, бізде су татып кетеді. Оның егер лай жерлері болса, осындай бумажный полотенцамен ақырындап жан-жағын осылай сүртіп алған дұрыс. Егер жуатын болсаңыздар, әрине бұның дәмі су татып кетеді. Енді бұл жерде қараңыздар. Бұны аламыз да, ләж болса өткір пышақ болғаны дұрыс. Мынандай мякоть жақтарын ақырын кесіп аламыз. Себебі рулетке форма дұрыс түсу үшін. Көрдіңіздер ғой, міне, мына жағы тегіс болып қалды. Мінекей. Осылай кесіп алды. Екіншісінде дәл осылай кесіп жасаймыз. Өткір пышақтың болғаны дұрыс негізі. Көрдіңіздер ғой, бізде тегіс болды. Енді біз мұндағы сүйектердің бәрін тазалап тастаймыз. Тағы да қалған сүйектер. Бұларды аламыз да майдалап тураймыз.
майдалап турап алдық. Сабызымызды теркадан майда көзінен өткізіп аламыз. Бізде селедкамызды енді селедканың қою әдісін айта кетейін сіздерге. Мына жіңішке жағы ғой, көрдіңіздер, селедканы былай қоймаймыз, себебі бізге біраздан оралуы қиындау болады. Жіңішке жағы көрдіңіздер? Жіңішке жағынан енді үстінен ақырындап былай төсейміз. Көрдіңіздер ме? Бізде селедканың оралуы қандай болды. Біз селедкамыздың бәрін аршып, осылай турап алдық. Мен енді бұның оралуы, менде сәл кішірек балық болғандықтан, мен 2 селедканың жартысын жібердім. Мынау 1 селедка, мынау 1 беті кетті, себебі оралуға жақсы түсу үшін. Енді қыздар қараңыздар, піскен сәбізді терканы майда көзінен өткіздім, зеленый лукты майдалап турадым, піскен жұмыртқаны теркадан өткіздім, соленый огурцыды соломка қылып жіберемін. Енді мына жерде селедканың өзінен қалған етті жаңа майдалап турадық. Көрдіңіздер ғой? Мінекей. Мынау плавленый сырымыз. Плавленый сырды теркадан өткізіп алдым. Творожный сыр. Творожный сыр не себептен? Себебі біздің рулеттеріміз бір-біріне тығыз оралып, ортасында начинкалары жақсы жабысу үшін творожный сырды төсейміз. Оны енді қатты бір шылқылдатып төсеудің қажеті жоқ. Мінекей. Главный рулеттерімізді ұстап тұрса болды. Енді бұған плавленый сырымызды жібереміз. Көрдіңіздер ғой? Бәрін слегка жібересіздер. Ортасына қатты тығыз болмау керек. Егер тығыз болған жағдайда бұның оралу әдісі қиын болады. Майонезден сәл жағып жібереміз. Одан кейін барып сәбізіміз примерно ортадан кетеді. Сіздер 1 штук сәбізден осындай 3-4 рулет жасауға болады. Содан кейін көк пиязымыз, сәбіздің ортасынан ғана жібересіздер. Көк пияз не себептен? Көк пияз дәмді, кәдімгідей сочетается дейді, ол өзінің дәмімен керемет келеді мені. Жұмыртқамыз қалың болып төсемейміз, осының өзі жетеді сіздерге. 1 жұмыртқадан 2 рулет жасауға келеді. Содан кейін бар соленый огурцы. Бачка ой огурцы қойсаңыздар да болады. Бұда разница жоқ. Енді майонезімізден тағы да кішкене жібереміз. Ең соңынан туралған селедкамызды қоямыз. Көрдіңіздер ғой, барлығын төсеп алдық біз. Ендігісін қараңыздар, міне пищевая пленканың астына реттедік. Енді міне пленкамызды тағы да айта кетем. Қыздар, ең бірінші рулетте қандай рулет болмасын, ең бірінші жабыстыратын кезде міне басты жөндеңіздер. Міне басын. Көрдіңіздер ме? Басын жөндеңіздер. Мінекей, мен ақырын аунатып келдім. Тығыздап тағы да. Көрдіңіздер ме қандай? Мінекей. Тағы да аунаттым. Енді бұны аламыз да артқа қарай сәл тартамыз, себебі тығыздаймыз. Бізде селедкалар бір-біріне құрастырылған ғой, құрастырма ретінде. Көрдіңіздер ме? Мінекей. Тығыздадық. Енді
мінекей осылай дөңгелетіп жібереміз. Енді осы бойынша морозильникке 1-2 сағатқа салып қоямыз. Көрдіңіздер ме? Рулетіміз қандай селедкадан әдемі рулет болды. Морозильникте 1-2 сағат сақталып тұрады. Бұдан ешқандай қорқыныш жоқ. Себебі селедканың бәрі біркелкі болу үшін ортасындағы қалың филесін кесіп аламыз. Сонда астындағысы жұқалау болады. Кейбір селедкалар бар, сыртындағы пленкасымен істейді, бірақ ол пленка маған ұнамайды. Себебі жегенде тағамдардың бәрі жақсы шайналады да, пленкаға келгенде аузыңда бір неприятный нәрсе болады. Сол себептен мен пленкасын алып тастадым да, осындай өзін қалдырдым. Ал енді мынаны жеудің өзі как будто под шуба салат жегендей болады. Мынаның өзі керемет, көрдіңіздер ғой. Осы бойынша аламыз да морозильникке 1 сағат, 2 сағатқа қатырып қоямыз. Себебі бұның мұздай күйінде туралған өте керемет болады. Мінекей біздің селедкадан рулетіміз дайын болды. Мінекей селедкадан көрдіңіздер ғой, морозильникте қандай қатып қалды селедкадан рулетімізді. Бұның басын сәл ғана кесіп алып тастаймыз. Мінекей ішін өздеріңіз көрдіңіздер. Өткір пышақ болған жақсы маңызды. Мінекей қыздар, қандай керемет. Енді бұны аламыз да осындай тарелкамызға әдемілеп сәндеп қойсақ та болады. Бұны рыбный рулеттердің арасына, болмаса рыбный ассортидің қасына қойсаңыз да тіптен тамаша болады. Мінекей өздеріңіз көргендей мына икрамыздан және осындай оформление ретінде қойсақ болады. Икрасымен бірге жейді. Неге қыздар, көрдіңіздер ғой, қандай тамаша. Бірақ енді ақшылда отызға салсаңыздар, бұдан да әдемі кетеді. Бізде енді бар ыдыс осындай болып тұр. Бәрін ровно әдемілеп саласыздар. Мінекей астарыңыз дәмді болса, қандай керемет дүние пайда болды.